Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Дәптерімізге күннің жадын жазып алайық. Сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік символы ұлттық теңге. Записываем сегодняшнее число. Тема урока в тетради. Символ независимости – национальное теңге. Жаңа сөздермен танысайық. Шыққан жылы, год выпуска. Бейне, облик. Төл теңге, родной теңге. Өңір, местность. Мерейтой, юбилей. Арнайы, специальный. Ерекше, особенный. Записываем новые слова в словарной тетради. Шағын мәлімет. Шағын мәліметпен таныс болайық. 1993 жылы 12 қарашада еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасында валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Ескі ақшаны ұлттық теңгеге айырбастау 15 қарашадан басталып, 20 қараша күні аяқталды. 1 теңге 500 сомға бекітілді. Ұлттық валюта теңге 100-ден 1 бөлігін тиын деп атады. Небольшая информация о выпуске тенге. В 1993 году, 12 ноября, президент Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал указ об обмене валютой, национальной валютой. Обмен национальной валютой начался 15 января и завершился 20 января этого года. 1 тенге меняли на 500 рублей. Национальная валюта называлась тенге, а 1/100 часть – тиыном. Ең алғашқы тиындармен таныс болыңдар. Ең алғашқы қағаз тиындар 1993 жылы шығарыла бастады. Ол кезде 1 тиын, 2 тиын, 5 тиын, 10 тиын, 20 және 50 тиындық қағаз тиындар шығарылды. Ең алғашқы теңгелер 1 теңге, 3 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге, 50 теңге және 100 теңге қағаз купюралар шығарыла бастады. Жағдаят. Жағдаяттан шығу үшін бірінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап берейік. Ол үшін оқулығымыздың 30 бетін ашып, сұрақтарға назар аударайық. Суретте не көріп тұрсың? Баланың қолында не бар? Ол ақшаны не үшін қолданады? Чтобы выйти из ситуации, ответим на данные вопросы. Открыли учебники. На странице 30 смотрим первое задание. Тапсырмаларымызды одан әрі жалғастырамыз. Оқулығымыздың 30 бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударайық. Сұрақтарға жауап берейік. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқып таныс. Төртінші тапсырма. 31 бет. Мәтін бойынша дұрыс немесе дұрыс емес ақпаратты тап. Оқылған тыңдалым мәтіні бойынша сіздер дұрыс немесе дұрыс емес ақпаратты табасыңдар. Выполняем самостоятельно данные задания. Второе задание – ответить на вопросы. Третье задание – прочитать текст. Четвертое задание – найти правильную и неправильную информацию по тексту. Кері байланыс. Үйге тапсырма.
Бесінші тапсырма, 31 бет. Сөздерге тиісті қосымша жалғап жаз. Бұл жерде сіздер тәуелдік жалғауын естеріңізге түсіресіңіздер. Осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Сау болыңдар.